егерде Аллах Тағала сізді шын жақсы көрген болса, онда сіздің жасап жатқан күнәларыңыздан сақтайтын еді. Сақтайды, бөгеткіп алып қалады. Енді қараңыз, сіз бір күнәні жасап жатырсыз, немесе бірнеше күнәні жасап жатырсыз. Хасан әл-Басри айтады, егерде сіз күнәні жасап жатқан кезде адам баласы, ол адам ойламасын, Алладан азап келмейді деп. Бір азап келмейтін адам болса өмір сүріп жүре береміз ғой, күнәмізді ары қарай істеп, ішіп, шегіп деген сияқты, зина жасап, көзімізге ештеңе көрінбейді. Айтады да ол кісі, сіз күнә жасап жатқан өзі Алладан келген сізге азап дейді. Түсінесіз ба? Күнә жасап жатсыз ба? Сіз Алланың махаббатынан, мейірімінен алыс тұрсыз да. Түсініңіз ба? Сондықтан мына Құранда айтады ғой, намаз адамды арамы, күнә, жаман іс пиғылдардан сақтайды дейді. Таза қылып ұстап тұрады дейді. Ал егерде сіз намазды оқып жүріп күнә жасап жүрген болсаңыз, онда намазда сізде фундамент дұрыс құйылмаған баста. Білесіз ба? Алладан шынайы қорыққан адам күнәні ойланады. Істемейді да бармайды да ол нәрсеге. Қандай күнә болса да, малейші, кішкентай өсек айту болсын, пара алу болсын, үстіне процент қосу болсын, алдау болсын, арбау болсын, өтіріктен 200-лік оның барлығы күнә жасап жатырмыз. Темекі, арақ, қысқа көйлек, жаңағы шашымыз жай боянып көшеде жүру, ночной клубтарға, кафелерге бару, оның барлығы біздің көзімізге көрінбейді. Не үшін? Өйткені біз Алланың махаббатынан, Алланың мейірімінен, кешірімінен алыс тұрмыз да. Түсінесіз ба? Аллах Тағала шынайы жақсы көрген болса, ортада сізді алып қалатын еді, сақтайтын еді, ол күнәға барғызбайтын еді сізді. Енді сіз тірісіз, мені көріп тұрсыз, естіп тұрсыз, бірақ тәубе есіктер қияметке дейін, сіздің өзіңіздің өлгенге шейін қияметке дейін тәубе есіктер ашып тұрды. Дұғалар, тәубе любой жүректерді ертіп жоқ қылып жібереді. Сондықтан тәубеге келіп, Алладан астағфирулланы, истиғфарды көбірек айтып, Алладан кешірім сұрап, сол нәрсені істемесеңіз, сізден мықты мұсылман, нәпсісін тыйған адам болмайды екен.